Ташкентте булат операция 50 миллион керек деп отурупtu. Сол халыкка ылтымас кылып сурап атканым сол. Өзүмүздүн жагдайыбыз келмей туруп азыр. Өзүм жумушсузмун азыр. Жумуштан чыгып келдим. Бұл жағдайды ешкімнің басына салмасын. Видеоны максимально тарқатамыз. Ассалаумағалейкум Қоңырат халқы. Бүгін міне мұражат бойынша Көнеғала Иліске келдік. Бұл жерде Мұратбай ініміздің шаңырағындамыз. Бұдан 6 ай алдын Мұратбай ініміз өзінің басындағы қатты аурумен докторға барады. Докторға барылса, өзбекше қылып айтқанда өсімта, мидың ішіндегі өсімта деп диагноз беріледі. Және де оны дәру тезлікпенен алып тастау маслихат беріледі. Ал операция құны болса 50 миллион сом. Өсімта үлкейіп, тамырласып, мына бір көзді жауып, уже көрмейтін жағдайға келіп бастап жатқан. Мұратбай ініміздің үйі осы. Құдай қаласа тәуір болып кетсем, барлық жағдайды жасаймын, жұмыс істеймін деп отырыпты. Жігіттің еті тірі, ең главный халықтан көмек сұрап жатқаны тәуір болып кетсем деген үміті бар. Дұрыс, ойлауыңыз мүмкін. Менің жіберген 5-10 мың сом не болады деп. Бірақ халқымызда бір жақсы сөз бар. Аз-аз тамып көл болады. Көптен қоян қашып құтылмайды. Кем болсаң, кем болмайсың деген. Мен дини адам емеспін. Дін туралы білімім мұндай көп емес. Бірақ мен бір затты анық білем. Бұл өмірдегі жақсылық обязательно қайтады. Сондықтан жақсылық істейік туысқан. Ағам, інім, апам және қарындасым, сіздерден өтініш. Бұл видеоға жайдан жай қарап кетпей, ілажы барынша көмектесейік. Ал егер семьямыздан ауыспай жатыр, өзімізге жетпей жатыр десек, осы видеоны ілажы барынша көп адамға тарқатайық. Себебі сол адамдардың ішінде Мұратбай інімізге көмектесетін адам табылып қалуы мүмкін. Карта номерлерін және де телеграм группаны төменге жазып кетем. Телеграм группаға адам қосып отырсаңыз да болады. Бұл біз үшін үлкен көмек. Рахмет.